Баршаларыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен осылай фаршированный кабачок жасайтын боламыз. Ол үшін бізге әрине кабачок, фарш, сыр, пияз және қызыл болгарский қажет болады. Ең алдымен осылай кабачоктарымызды алып, дөңгелекше етіп бөліктерге бөліп аламыз. Бұл тағамның ерекшелігі, сіздер бұны кешкі асқа және түскі асқада әзірлеп жесеңіздер болады. Міне енді дөңгелекше етіп туралған кабачоктардың ортасын осылай балқашқының қақпағын қолдана отырып, ортасын бөліп аламыз. Міне осылай дайын болды. Ал ортасындағы бөлігін біз начинка ретінде қолданамыз. Ол үшін осылай майда етіп бөліктерге жақсылап бөліп аламыз. Өте ерекше кешкі асқа идея, тіпті таптырмас пұпы тамақ деп те айтуға болады. Және пиязымызды дәл осылай бөліктерге бөліп аламыз. Егер сіз арықтау кезеңінде жүрген болсаңыз, міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Қызыл болгарскийімізді дәл осылай 4 бұрышты етіп майда бөліктерге бөліп аламыз. Не дайын болды. Енді пергамент төселген осылай ыдысымызға барлығын орналастырып шығамыз. Білесіздер, кабачок бізде өте пайдалы, витаминдерге толы көкөніс болып табылады. Не туралған заттарымызды енді біртіндеп қуырып алатын боламыз. Қызып тұрған майға ең алдымен пиязымызды салып қуырамыз, одан соң қызыл болгарскийімізді жақсылап салып, қызарғанша қуырып алатын боламыз. Және одан кейін бізге керегі фарш. Фаршты да аздап қуырып аламыз. Қатты пісірудің қажеті жоқ. Және жаңағы туралған кабачогымызды дәл осылай үстіне салып, оны аздап қуырамыз. Үстіне татымына қарап, тұз және қара бұрышты да қосып, шамалы қуырып аламыз. Қатты пісіріп алмаймыз. Міне дайын болды. Енді дайын болған начинкамызды осылай кабачоктың үстіне біртіндеп орналастырып салып шығамыз. Қараңыздар, яғни кабачокты қатты былай ұнатпайтын кісілерге дәл осылай беретін болсаңыздар, міндетті түрде ұнатып, жақсы көріп жейтін болады. Не қараңыздар, өте ерекше. Тіпті дастарханға сортидің жанына қойсаңыздар да болады. Енді сыр қажет болады. Сырымызды күштен өткізіп, барлығының үстіне осылай қойып шығамыз. Негізі осылай сырмен қойсаңыздар өте дәмді болады. Дайын болды. Енді оны 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің фаршированный кабачогымыз дайын болды. Яғни кабачокты берудің ерекше подачасы деп те атауға болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және біздің Ақ Дастархан YouTube арнасына тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!